Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бізде уже қазір түскі уақыт. Мен қазанға уже ет сап қойдым, таңертең ерте тұрып. Енді қазір сол еттің пісіп, сіздерге керемет дәмді болған түрін көрсететін боламын. Және де бізге анам ауылдан фасылка сап жүрген болатын. Соны бірге ашып, ішінде не бар екенін көретін боламыз. Міне біздің етіміз қайнап жатыр. Қазір көбігін аламын. Мен көбінесе осы брасметке деген жайманы пайдаланамын. Міне достар, етіміз де пісті, ал ас болсын бізге өте дәмді болды. Біз енді отбасымызбен етке тойып алып, мынандай шөлдеп тұрып, осындай чай іштік дастарханда. Өте керемет кетті еттен кейін негізі. Міне достар, бізге ауылдан осындай посылка кепті. Анамнан қараңыздар, жаңғақтар, потом балдарына бутылка беріпті. Меркетский алақайдың булочкалары, құрт, Димашқа ойыншық, Темірханға тістейтін, мейірімге сумочка бояйтын, тоже Темірханға тістейтін бірдеңке, жеңгем бер жеріпті. Балайс деген витамин. Балама ойыншық, мейірімге ободок. Сондай заттар бер жерді достар. Вот, ана деген қандай жеңгем, анам. Көп рахмет. Күшті қуанып қалдық. Еще мына заттар бар. Американский салат какой-то. Алма, банан. Еще мына жерде міне. Темірхан ойнап отырған ойыншықтарымен. Бізде Астанада көбісі осындай аппаратпен су ішеді. Литрі 20 теңге, яғни біз күніне 10 литр, 200 теңге суға кетеді. Немесе үйлеріне андай фильтр орнастырылған көп адамдар үшін. Біз мына кезде уже түсте ұйықтап тұрып, полдник жеп, балалармен тағы да серуендеуге далаға шықтық. Кішкене погода бір бұлыңғыр болып, бір жаңбыр жауайын деп сөйтіп тұр. Балалар құм ойнағанды жақсы көреді. Өзім бойы кішкентай. Еще інісін көтеріп тұр ғой. Машаллах. Сөйтіп күнде осылай екі мезгіл, погодаға қарай далаға шығамыз. Мына жақта Димашта құм терапия болып жатыр. Не соғатсыңдар, Мипан? Не соғатсыңдар? Ничего не соғатсың? Үй соғайын деп жатсыңдар ма? Домик? Күшті екен. Мына жақта біз уже басқа үйдің дворының алдына келдік. Тәжіреді үстіп Темірханда көшетіп отырым. Біз енді қалада болғаннан кейін осылай 2-3 сағатқа ғана шығамыз да күнге мысалы. Ал егер ауылда тұрғанда, онда біз күні бойы жүретін едік қой далада. Ойнап, шы.
десе Димаш бүкіл балаларды кашетіп жүр ғой. Қазір уже үйге қарай қайтамыз. Погодамыз бұзылып кетті. Қазір жаңбыр жауайын деп күн деген бұлттанып тұр. Бәріміз бала шағамен үйге қарай қайтып бара жатырмыз. Біз енді мына жақта военный городокта тұрамыз. Күйеуім военный ғой. Біз үйге кіріп бара жатырмыз. Витамин бітіп сатып алдым. Бұл сияқты. Мына жерде мен уже балаларға перекус беріп жатырмын. Екеуі мультиктарын көріп отыр, үйден кеп. Қазір уже ұйықтаймыз. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.